Бүгін сіздермен дәрісімізді ары қарай жалғастырамыз. Сіздермен оқып жатқан дәрісіміз имам Харис әл-Мухасиби рахимауллахтың Рисалатул Мустаршидин атты кітабын бастаған болатынбыз. Бұл кітаптың мақсаты, бізге берер үйрететін нәрсесі ол нәпсі тәрбиесі. Тура жолды қалаған адамға тура жолды нұсқаушы бір мақала ретінде жазылған кітап. Қысқа әрі нұсқа, біздер енді соны түсіндіру барысындамыз. Yani әрбір мұсылман адам мұсылман болғаннан кейін тура жолды ұстанғысы келеді, және сол тура жолды дұрыс білгісі келеді. Соған өте пайдасын тигізетін кітап бұл. Өткен дәрісімізде біздер ең соңында Али радиаллаху анхудың мына бір сөзіне тоқталып, сол сөзді ашықтау барысында жартысын түсіндірген болатынбыз. Али радиаллаху анху былай деді: «Ла тахаф илля занбак». Тек өзіңнің күнәңнен қорық деді. Тек өзіңнің күнәңнен қорық. «Ва ла таржу илля раббак». Тек қана Раббыңнан ғана үміт ет деді. «Ва ла ястахи аллази ла я'лам ан яс'ала хатта я'лам». Білмейтін нәрсеңді білгенге дейін сұраудан ұялма деді. Білмейтін нәрсеңді білгенге дейін сұраудан ұялма. وَلَا يَسْتَحِي مَنْ يُسْأَلُ عَمَّا لَا يَعْلَمْ أَنْ يَقُولَ لَا أَعْلَمْ. Білмейтін адам білмейтін нәрсесінен сұралғанда білмеймін деп айтудан ұялмасын дейді. Бір адам білмейтін нәрсесінен сұралғанда оны білмеймін деп айтудан ұялмасын. Біз бұл сөздің «Вала таржу илля раббак», тек Раббыңнан ғана үміт ет деген жеріне дейін түсіндірдік. Бұл мысалдар келтірдік, оқиғалар келтірдік. Бүгінгі біз бұл мына жерден жалғастырамыз. «Вала ястахи». Али радиаллаху анху айтады, ұялмасын дейді. Кім? Білмейтін адам өзінің бір нәрсені білу үшін сұрақ сұраудан ұялмасын дейді. Себебі біздің ғұламаларымыздан сөз келеді, рахимахумулла, екі адам ол білім ала алмайды, білімге қол жеткізе алмайды. Оның біріншісі кім? Ұялшақ адам дейді. Екіншісі тәкаппар адам дейді. Ұялшақ адамның білімге қол жеткізе алмауының себебі ол сұрақ қоюдан ұялады. Біз айттық қой, ұят деген ол жақсы нәрсе, мұсылманға керек сипат. Бірақ қай кезде ұялу керек екенін білудің өзі ол бөлек нәрсе. Ай-шай жоқ, ұялмайтын жерде ұялуға болмайды. Жаңғырық болып кетеді дейді. Ұялмайтын жерде ұялуға болмайды. Ол ынжықтық деп аталады. Дәрменсіздік деп, ол жаңағыдай әлсіздік деп аталады. Ал ұят қашан болады? Ұят, ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисында түсіндірді ғой. Ұят дегеніміз, ол сенің басыңды және басыңның қамтыған нәрсесінде сақ болуың деді. Ұят деген сол. Қарның, ішің және соның қамтыған нәрсесінде сақ болуың сенің не? Ұятың деді. Түсінікті бол ма? Әрбір істе Аллах тағаладан қорқу, Алла көріп тұр деп түсіну, бұның барлығы не болады? Ұялу болып есептеледі. Ал енді сіз бір мәселені білмейсіз. Сіздің ғибадатыңызда бір сұрақ туындап тұр. Мысалы, мәсіңізде бір проблема бар. Мәсінің мәселелерін білмейсіз де, өзіңіз тікелей имамнан емес ұстаздан келіп сұрап алуға ұялып жүресіз. Олай ұялуға болмайды, бұл орынсыздық. Біреуге айтасыз, пәленше ұстаздан сұрап бересің бе деп айтатындар болады да. Сөйтіп айтады, ұстаз бір бауырым бар еді, сұрап берші деп айтып жатыр еді деп айтады да. Бірақ ол кейбір сұрақтар болады шариғатта. Адамның тікелей өзі сұрамаса, ортада посредник арқылы, бір адам арқылы сұрақ жіберуге болмайтын мәселелер болады. Ол адамның өзінен шығу керек, біз жауап берілетін мәселелер болады да. Кейбір жағдайлар болады, жалпы ортақ біреу арқылы SMS жіберсең де жауап беруге жауабы ешқандай қате болмайтын мәселелер бар да, ондай жерде рұқсат етеді. Сондықтан орынсыз жерде ұялмаңыздар. Ал тәкаппарлықтан білім ала алмайтын ол түсінікті нәрсе ғой баршамызға да. Біреу менсінбейді, өзіміздің молда бар дейді да, өзінің сол жаңағы ыңғайына жауап беретін молдасына сұрайды. Бұған қазір бірдеңе айтатын болсақ, бұлар шетел оқып келген, бірдеңе болған деген сияқты сондай сөздерді айтады да. Олай болмайды да. Яғни біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, біз пайғамбарға еліктейміз ғой. Біздің кумиріміз пайғамбарымыз.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үлкенді құрметтеді, керегінше кішіге ізеттілігін көрсетті. Қалай жасалу керек екенін сол кісіден үйренеміз. Сонда үлкен кіші демей, барлық мұсылманды өзіміздің көңілімізге, ішімізге сыйдыра алуымыз керек болады. Бұның барлығы сол жаңағы ұялмайтын жерде ұялмаудан, сосын тәкаппарлан. Енді қараңыз, осы жерде білмейтін нәрсеңді сұраудан ұялма деді. Одан кейін бір мәселені сізден сұралса, сіз білмейсіз оны. Менің ойымша бұл былай деп айтуға болмайды. Менің ойымша. Себебі сізбен біздің ойымыз, бұл біз діннің иесі емеспіз ғой. Ойламаңыздар, біздер мына жерде бір зат айтып отқанға дін біздікі деп ойлап қалады да біреулер. Осылар аузына келгенін айта береді деп айтады. Ондай ойдан сақ болу керек. Ешбір адам дінде өзінің ойын айта алмайды. Ол кім болу керек ол үшін? Ол үшін ол өте үлкен мужтахид, ғалым болу керек. Оның өзі аяттарға, хадистарға сүйене отырып, тұжырымдама, қорытынды шығарады, амал шығарады. Имам Абу Ханифа рахималлахтар сияқты. Түсіндіңіз ба? Сондықтан олардың ойының өзі сол Алланың аятына, пайғамбардың хадисына негізделген да. Солай ойлайды олар. А біздің ойлар не ол? Осыншама жылдар коммунизмді көрген ойлар, осыншама жылдар далада жүрген, жаңағыдай клубта жүрген ойлар енді келіп мешітке кіре салып, діни мәселеде менің ойым деп айту дұрыс па бұл? Бұл дұрыс емес. Бұл әдепсіздік болады. Бұл ұят болады міне. Ұят болады деген осы міне. Біздің қазақтың ұят болады қойсайшы дегені осы. Орныңды біл деу керек та ондайға. Осы турасында Абдулла ибн Умар радиаллаху анхуманың мынандай сөзі бар. Әл-илму сәләсәтун дейді. Білім үш нәрседен құралады дейді. Үш нәрседен тұрады. Біріншісі китабун натиқун. Құрандағы мағынасы анық, ешқандай жорамалды, ойды керек етпей түсіне білетін аяттар дейді. Міне, адамға білім беретін осы. Бірінші. Уа екіншісі сүннәтун қаиматун, жасалуы өте ап-анық түсінілген және сенімді жолдармен келген сүннет дейді. Сенімді, ойдан құрастырылған нәрсе емес, ортадан қосылған нәрсе емес. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан бізге жеткендігі анық көрінген сүннет. Бұл да адамға білім беретін нәрсе. Үшіншісі лә әдри дейді. Білмеймін деген сөз дейді. Білімнің үшінші бізге білім беретін нәрсе ол не екен? Білмеймін деген сөз. Әлбетте, адам біліп тұрған нәрсесін білмеймін деп жасыруға болмайды. Себебі бұл китманул илм деп аталады. Білімді жасыру бұл өте үлкен ауыр күнәлардан болып табылады. Үлкен кәбәйірден кіреді бұл. Үлкен күнә. Зина, арақ, солар қалай тұрса, адам білген нәрсесін жасыру дәл сондай нәрсе. Ал сізден келіп біреу сұраса, мысалы қарапайым мұсылман өзінің жаңағы Аллаға иман ету шарттарын, дәретінің парыздарының, ғұсылдың парыздарын сізден келіп сұрап жатса, мысалы, ғұсылдың парыздары қандай еді? Аға, айтып жібересіз ба? Мен жаңа бастап жатыр едім. Осы нәрсені білсем қалай болады? Айтып жібересіз ба деп сұраған кезде сіз айтасыз. Біз сабақта ұстазбен былай оқып едік. Ғұсылдың парызы мынандай еді деп жеткізіп бересіз оған. Егер шамаңыз жетсе. Шамаңыз жетпесе сізге қалған не? Бауырым, менде әйтеуір намаз оқыған болмаса, білім аса көп емес еді, жүрмесен білетін адамға алып барайын деп, қолынан жетектеп алып келіп, имамға, ұстаздың алдына табыстайсыз. Сонда жақсы болады да. Тек қана дінді біз отырып алып, алдымызға келген дайын адамға уағыздай берсек те болмайды да. Сырттағы адамдарға да дінді уағыздау керек та. Мешітке мен құлшылық қылам деп келген адамға уағыз айта бергенде болмайды да. Сырттағыларға бәріміз мұсылмандар, жаңа бір дене секілді, бір бүтін ел қауым секілді бір-бірімізге көмектесіп жұмыс жасауымыз керек. Сіздің әрекетіңіз, бауырым жүр мешітке деп алып келесіз. Мешітке келгеннен кейін имам ұстаздар оларды не істейді? Міне енді былай жасау керек деп үйретеді да. Сонда иншалла мұсылмандардың саны да көбейеді, сапасы да көбейеді. Мына сөзді ұмытпаңыздар. Жаңа айтып отырмыз ғой. Абдулла ибн Умар радиаллаху анхуманың айтқан сөзі. Ілім үш нәрседе болады деп. Бірінші, анық мағынасы түсінікті болған аяттар. Құранда осымен жұмыс жасаңыздар. Мағынасы түсініксіз болған қиын аяттарға оған тоқталмаңыз. Ол ғалымдардың айналысатын нәрсесі. Ғалымдар ол жерден бізге тұжырымдама шығарып береді, қалай түсіну керек екен. Солай түсінуіңізде кете бересіз. Бірақ анық аяттар бар емес пе Құранда, я? Фастабиқул хайрат дейді. Жақсылықта жарысыңдар дейді. Міне осындай аяттар дейсіздік пе? Амал ете беру
осы нәрсеге бекем болу адамның білімін арттыратын нәрсе да. Анық сүннеттер. Бізде мынандай бір нәрсе қалыптасып қойған ғой. Бір елде жоқ, ортада жоқ болған бір нәрсені шығарып сүннет деп көрсеткісі келеді да. Түсіндіңіз ба? Бірақ мынаны біліңіздер. Біздің ханафи ғұламалары кітаптарына, бетіне бізге ең мықты, ең сахих, ең дәлелденген және бұлар жасалмаса болмайды деген сүннет амалдың бәрін көрсетіп қойған. Түсінікті болды ма? Ғұламаларымыз бірінші бізге мәтін деген кітап жазады, оған шарх деген түсініктемелер жазады, оған хашия деген оның түсініктемесі жазады да. Енді біреулер тұрады да, біздің мазхабтың өзінде кітаптардың өзінің реттілігі бар. Мына бірінші орындағы кітап тұрғанда, 10-шы орындағы кітап ашылмайды. Түсіндіңіз бе? Енді біреу бір арабшаның шетін үйреніп алады да, сол анау 12-ші кітапты ашады да, сосын айтады ғой, мына жерде мынандай амал бар, мына молдекең жасырып жатыр осын деп айтады да. Ол мынаның сатысын өткен жоқ әлі. Оны соңында барып оқу керек болған нәрселер да. Біздің арамызда түсініспеушілік көп осыдан болады. Негізгі нәрседен соңындағы жатқан нәрселерге ауытқып кетуімізден болып жатады да. Бұны кімге тапсырамыз? Білім иелеріне тапсырамыз. Солар бізге ненің анық екенін көрсетіп қояды. Намазымыздың жан-жағындағы сүннет намаздар бар ғой, күнделікті 5 уақыт намаздың, сол сүннет намаздарына бекем болсақ та өте үлкен сауап беретін нәрсе ғой. Мысалы, Қазақстанда мен көп жерде байқаймын, асыр мен құптанның алдындағы 4 рекағат бекітілмеген сүннетке немқұрайлы қарайды. Бекітілмеген ғой дейді бізде. Түсіндіңіз ба? Бірақ сүннет деген атау бар ғой, бекітілмеген. Бізге тек қана бекітілген сүннет керек та. Бекітілмеген ғой дейді. Бірақ басқа елдерге барсаң, осындай сүннеттерге жақсы мән береді. Бірақ ол сенікіндей тұру жоқ оның. Сен сүннет дегейсің де, бірақ андай нәрселерді жасамай қоясың да. Сондықтан жаңағыдай сүннет дедік, парыз дедік, оның барлығын ғалымдардың бізге қойып берген ережесінен ауытқып кетпеу керек. Түсінікті болды ма? Шайтан себебі адамды осындай жолмен азғырып кетуі мүмкін да. Шайтанның сүннеті болып кетуі мүмкін, Құдай сақтасын. Абдулла ибн Омар радиаллаху анху осылай деп келтірді бізге. Имам Мунауи бұлай деп айтады, бізге өсиет қалдырады да. Егер сен бір мәселеден сұралсаң, сен оған қазір білмеймін деп айтатын болсаң, адамдар мұны білмейді екен ғой, түк білмейді екен деп ойлайтын ойынан қорқып тұрсаң, онда сен мынаны еске ал дейді. Есіңде болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзінің аузынан шыққан дейді. Білмейтін нәрсесін білмеймін деп айтқаны. Оған бергелі сахабалардан да, табииндардан да, ұлы мужтахид ғалымдардың да білмейтін нәрсесі сұралған кезде олар да білмеймін деп жауап берген дейді. Тіпті Жәбірейіл алейхиссаламның өзінде білмеймін деп айтқан жері бар. Ал керек болса. Жәбірейіл алейхиссаламның өзі білмейтін мәселеде мен білмеймін деп сұралады. Пайғамбарымызға, енді Алла мен пайғамбардың арасында елшілік жасаған періште Жәбірейіл періште ғой. Көп деген мәселені Жәбірейіл періште пайғамбарымызға ол өзінің әрекетімен, сөзімен көп мәселені үйретіп кеткен. Діни мәселеде бір нәрсе сұралса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Жәбірейіл періштеден Аллаху а'лам деген нәрсе үйретілген. Алла білуші деген. Және сол пайғамбар өзінің сахабаларына, шәкірттері ғой енді, өз шәкірттеріне сондай сөз үйреткен, Алла білуші деген сөзді үйреткен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір мысал ғой, есіме түскен хадис. Пайғамбарымыз сұрайды ғой, адамға ең жақын ұқсайтын ағаш қай ағаш деп сұраған кезде. Сонда не дейді сахабалардың арасында? Ең жақсысын Алла білуші деп айтады. Сосын әрқайсысы ары қарай өзінің ойын айта бастайды. Осыдан басқа да хадистер келеді. Алла білуші деп айтылатын хадистер. Сонда қараңыз, біздің үлгі алатын адамдарымыз осылар емес пе? Енді бізге келейік. Бізге солай бір сұрақ сұралса, немесе сабақта отырсыз, мына жерде бір ұстаз отырады, араңыздан бір бауыр тұрады да, ұстаз бір сұрағым бар еді, мына мәселе қалай болады дегенде ана жақтан біреу жағаласып жатады. Оны кеше ана бүйтіп айтты ғой, мынандай ғой деп бүйтіп жағаласып жатады. Бұл
біздің пайғамбарымыздан және сахабаларымыздан алынған сабақ осындай болып пе еді? Олар бізге осы нәрсені көрсетіп пе еді? Жоқ. Олар не істейді? Өзіне сөз берілмейінше күтеді. Берілген күннің өзінде білмесе білмеймін дейді. Түсінікті болды ма? Қараңыз, сонда не болды? Аллаху алам, Алла біледі. Ең дұрысы Аллаға мәлім. Ғұламалардың пәтуа беру мәселесін бәрін қарап отырсаңыз, біздер әр заттың орнын білмейміз ғой, сол үшін дұрыс түсінбейміз дінді. Мұсылманбыз ғой бәріміз. Ойламаңыз, дінді түбегейлі түсінем деп, олай емес. Сол үшін бізде көп ихтилафтар болады. Ол былай. Сіз бір ұстаздан, бір муфтидан бір пәтуа сұрайсыз да, ол сізге бір сұрағыңызға пәтуа береді, жауап береді. Сол жауаптың соңындағы сөзге мән бермей кетеміз біздер. Олар не айтады? Уаллаху а'лам бис-сауап дейді. Дұрысын Алла біледі дейді. Түсіндіңіз ба? Осы сөзге мән бермей кетеміз. Ол ұстаздың айтып жатқан сөзіне өзінің білгеніне қарай жауап беріп жатыр ол. Сен оны Құранның аяты, пайғамбардың сүннеті деп санама оны. Ең дұрысы Аллаға мәлім деп айтып кетеді. Көрдіңіз ба? Ғалымдардың әдептілігін. Біз неге сондай жерлерге, әдептілік жерлерге мән бермейміз? Тек айтқан жерлерін кесіп алып, ғұламаларды бір-біріне айдап салып отырамыз. Олай болмайды. Демек, біздердің қателіктерден кетіп отыр. Жаңағыға мысал. Бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға бір топ яхуди келіп сұрайды. Бір топ яхуди келеді де бұлай деп сұрайды. Жер бетіндегі ең жақсы орын қай орын деп сұрайды. Және жер бетіндегі ең жаман орын қай орын деп сұрақ біледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, мен білмеймін дейді. Жәбірейіл маған хабар айтпайынша, мен ештеңе айта алмаймын. Түсіндің бе? Білмеймін деп тұр. Сосын Жәбірейіл алейхиссалам келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам яхудилердің сұраған сұрағын Жәбірейіл алейхиссаламға қояды. Жәбірейіл алейхиссаламның жауабын қараңыз. Мәл мәс'улу анха би'алама минас-саил деген сөзді айтады. Сұралған сұраушыдан артығырақ білмейді дейді. Сұралып тұрған бұл жерде кім? Жәбірейіл ғой. Сұрап тұрған пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ол айтады да, сен білмейтін болсаң, мен сенен артық білмеймін дейді. Сөйтіп, Аллах тағаладан уахи ретінде осының жауабын алып келеді. Жәбірейіл алейхиссалам. Оның жауабы не болады? Хайрул биқаи әл-масаджиду деп айтады. Уахи күтті, көрдіңіз ба? Жауап келгенге дейін. Оның жауабы не болды? Хайрул биқаи, жер бетіндегі мекендердің, орындардың ең жақсысы, ең хайырлысы мешіттер деді. Түсіндіңіз ба? Ең жақсы мекен жер бетіндегі ол мешіттер. Және ва шаррул биқаи деген риуаят бар екінші жағында. Әл-асуақ деген. Ол қайсы? Жер бетіндегі ең жаман орындар, мекендер, олар базарлар деді. Енді қараңыз, бұл жерде бірден бұл сөзді былай бір түсінікпен алып кетуге болмайды да. Себебі сахабалар да базарда болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам базарға кіріп сауда жасаған. Ең жаман орын болса, пайғамбарлар, сахабалар ол жерде жүрмес еді ғой. Біз бұны қалай түсінеміз? Базар не үшін жаман деп аталады? Себебі ол жерде өтірік бар. Біреудің ақысына кіру бар. Өсімқорлық бар. Таразыдан жеу бар. Осы себептен базар жаман болып көрінеді. Бір зат өздігінен жаман болмайды да, оның ішіндегі нәрселер соны жаман қылады. Оның ішіндегі жаңағы шариғатқа қайшы болған нәрселер. Ал егер сен мұсылман ретінде базарда жұмыс жасайсың. Мұсылман ретінде базарға кіретін кездегі өз дұғаңды айтып кір. Түсіндіңіз ба? Өз дұғаңды айт. Базарда жұмыс жасайтындар бар ма? Жоқ па? Бар болса дұғасын сұрайын деп. Базарға бәріміз саудаға барамыз ғой. Солай ма? Не айтып кіресіздер сол кезде? Базарға кіретін кезде. Айтыңыз. Машалла, міне осылай айтып көру керек. Басқа шығатын кезде ішінде жүргенде не айтасыздар? Базардың ішінде зат алып жүргенде не айтасыз? Жоқ ондай? Керегін бір-бірін салыстырып жүресіздер ма бағаны? Оның барлығын қазақша кітап көп қой қазір. Тек интернетті ашып жаңағыдай басқа бір айқай-шу мәселені тыңдай бермей,
күнделікті 24 сағат тұрмыс тіршілігімізге керек болған, үйден шығып бара жатқанда не істейді, көлікке отырғанда не істейді, көліктен түскенде не айтады мұсылман адам. Өйстіп өмір сүрсек, пайғамбарға ұқсау деген осы емес пе? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның бос уақыты жоқ болды ғой. 24 сағаты Алланы еске алумен. Ол қалай болады? Адам таңғалады ғой, сонда қалай жұмыс жасамай ма ол, отбасын асырамай ма деген. Бұл қалай болады? Сенің әрбір жүрген жеріңде зікірмен, Алланы еске алумен жүресің. Сонда ол әрекетте бос уақыт болып есептелінбейді. Алла үшін болғаннан кейін бос уақыт болмайды ол. Осы нәрселерге мән беріңіз. Қазақша кітаптар бар. Сол кітаптарды оқыңыздар, дұғаларды жаттап алыңыздар. Осылай өмір сүрсек, сонда сауапты болады иншалла. Сол жаңа айтып жатқаным сол. Базарда жұмыс жасайсың, дұғасын айтып кіресің, базардың ішіне кіргеннен кейін саудаңды адал жасайсың, барын бар дейсің, жоғын жоқ дейсің, ешкімге өтірік айтпайсың. Әділ жасайсың ба? Сен үшін жаман жер емес ол. Жаман деп айтылуы жаңағыдай шариғатқа қайшы амалдардың болғандығынан да. Осылай. Әні машалла. Ағамыз біраз нәрсені біледі екен. Алла разы болсын. Сондықтан міне қараңыз. Жаңа айтып отыр ғой. Егер сіз бір заттан сұраласыз, бұл бізде көп қай жағдайда кездеседі? Үлкен кісілер айтайын. Бізде кейде барамыз ғой сондай жерге, садақаларға. Сол жерде бір өз андай бір коронный бір сұрақтары жауабын жақсы білетін адамдар отырады өз. Тексеру үшін қояды сені. Білу үшін қоймайды оны. Оның бір осы күнге дейін тәжірибеден өткен қаншама молдадан сұралып, соның бәрін құлатқан, сан соқтырған өзінің сұрағы болады. Тексеру үшін қояды. Сондай жерде сіз мен білмейді екенмін деп айтайын деп тұрсаңыз, ішіңізден бірдеңе жібермей тұрады да сізді. Айтыңыз соны. Мен білмеймін деңіз. Себебі сіздің білмеймін деп айтуыңыз, ол жерде Құдайдан қорқып тұрып білмеймін десеңіз егерде, онда сізден асқан білімді адам жоқ ол жерде. Ал анау сізді сынау үшін сұрақ қойып жатқан адам, ол өз күнәсін өзі көтереді. Түсінікті болды ма? Сондықтан бізде мынандай бір дәстүр бар да, жын сұрақ деген бар, сосын шын сұрақ деген бар да. Жын сұрақ қоятындар ғой жаңағы. Карта ойнап отырып сұрақ қоятындар да. Ал бисмилля деп тұрып картаны жайып жіберіп отыратындар да. Түсіндіңіз ба? Ол енді болмайды да енді. Ондай жерлерде біз не істейміз? Мұсылман адам өте парасатты, көзі ашық көреген болу керек. Аятты, хадисті, мәнін, қадірін түсінбейтін жерде оны айтып қорламаңыздар. Түсінікті болды ма? Ондай жерде не айтасыз? Қарапайым өзіңіздің осы күнге дейін жиған тәжірибеңізді, көргеніңізді, жақсы сөздерді, ұлағатты үлгі беретін өнегелі сөздерді айтсаңыз жетеді соныңыз. Түсінікті болды ма? Немесе бір хикаяларды, сол ортама келеді ау дейтін бір қиссаларды ананың жүрегіне тиетіндей сөздерді айтып жүресіз. Түсінікті болды ма? Бірақ Құранның аяты басқа деп айтып қалып, қоя берші деп айтып қалса, Құдай сақтасын, тікелей Құранның аятына ауыр сөз айтып қойса, сіз оған дін жеткізем деп отырып, оны ары қарай құлатып жібересіз да. Осындай нәрселерден сақ болыңыздар. Дінді басқа біреуге жеткізу барысында артық қылам деп тыртық қылып алып, біреуді дінге шақырам деп отырып, діннен шығарып алмаңыздар. Қарапайым, қазақи сөзбен, мақал-мәтелмен, өзіміздің қазақтың аталарынан, ақсақалдарынан мысалды беріп айта бересіз. Сондықтан имам Мунауи рахималлахтың айтқан сол, білмейтін нәрсеңнен сұралған кезде білмеймін деп айтудан қысылма. Надандар сен жайында, ой мынау білмейді екен, білімсіз екен деп күлсе де дейді. Себебі сен біліп қой, Жәбірейіл періште, және сенің пайғамбарың, және сенің табиғин ғұламаларының барлығынан бертін келе жатқан білмеймін деген сөз бар дейді. Ғұламаларымыздан сөз қалады, сондықтан лә әдри нисфул илм дейді. Білмеймін деп айту, ол не? Білімнің жартысы дейді. Білмеймін деп айту, білімнің жартысы. Біреулер болады ғой, бір сұрақ келеді да, білмейді екенмін десең, ой сен қалай білмейсің оны дейді. Сен қалай білмейсің дейді. Енді қайтеміз енді біз дейді. Сен білу керексің ғой деп айтады да. Білетін нәрсемді жасырып тұрсам айтса болар еді егер. Сен білу керексің, сен айт, жасырма. Білімін жасырғандар ертең мынандай болады деп айту керек та. Білмесең білмеймін дейсің де. Бір адам бәрін білу шарт емес қой. Бұл ақылыңыз қабылдайтын нәрсе ғой. Білім деген ол ұшы-қиыры жоқ кең дария, теңіз ол. Ол білімнің түбіне жеткен адам жоқ. Болмайды да ондай. Барлық білімді алып тауса алмайды ешкім.
Біздердің жүргеніміз сол дарияға алыстан қарап жүрген жайтымыз ғой біздікі. Әлі барып су алып үлгерген жоқпыз ғой. Ал енді ғалымдар оған барып сол шетінде жуынып дәрет алып кеткендер шығар. Бірақ одан ары қарай тереңдеп білімге түскен сайын адам өзінің надан екенін, білмейтін екенін көре бастайды. Сол үшін бізге кітаптарымызда жалпы ұстаздарымыз ылғи да бізге өсиет қылып айтады. Енді арабшаны бүйтіп оқып біз аударып бере отырамыз ғой аяттарды, хадистерді. Соны айтады. Сен уақыт өте келе жамағаттың алдына шығып сабақ бере, уағыз айтып жүріп, осы алдыңдағы жеңіл үйреніп қалған уағыз кітаптарыңды аударып үйреніп қаласың дейді. Сосын бір күні жай өзіңе бір ауа жиналады дейді. Мен ал жамағаттың алдында бір білімді адаммын деп. Мына жерден тікелей арабша оқып аударып беріп жатырмын, түсіндіріп жатырмын бәрін. Сұрақ қойса жауап беріп жатырмын. Өзімді сондаймын деп сезініп қаласың дейді. Сол кезде қиын тілмен жазылған, бұдан терең жазылған кітаптарды ашып қара дейді. Сондайлар бар да, сондай кітапты ашып қара, сол кезде олар сені орнына қойып тастайды дейді. Расымен де, қазір ойлап отырсыздар ғой, сіз жаңа сіздің көріп жүрген, білетін ұстаздарыңыз кез келген мәселені шаша береді деп ше. Олар бер жағындағы заттар. Одан әлі терең, арабшаны бүйтіп оқисың да, бірақ түсінбейтіндер. Біздің қазақ тілінде де бар ғой. Мысалға, Абайдың қара сөзін қайсысын 100% түсіне аласыз? Қазақша ғой бірақ, қара сөздерді 100% түсіне аласыздар ма? Түсіне алмайсыз. Себебі оған сіз арабша білуіңіз керек, не түркше білуіңіз керек. Себебі ішінде түрки сөздер өтеді, ішінде араб тіліне тікелей балама сөздер өтеді. Баламасыз айтылатын тек арабша сөздер өтеді. Сол сияқты нәрсе да, араб тілінде де сондай. Сен араб тілін біліп алдың, барлық Құранды, хадисті түсіне бересің деген сөз емес. Сенің орныңа қойып қоятын аяттар келеді, сені орныңа қоятын хадистер келеді, ғұламалардың сөздері келеді. Сол кезде біздің оқып жүргеніміз әлі бастауыштағы баланың әңгімесі екен ғой деп айтасыңдар да. Сол үшін әркім өз деңгейін немесе төменін қарай берсе не болады? Ол ойлайды, біз мықты екенбіз деп. Ілімде, ғибадатта біз не істеуіміз керек? Жоғарыдағыларға қараймыз ғой. Жоғарыдағыларға қараймыз. Бір ғұламалардың айтатын сөзі бар бізге. Анау нағыз сопылар бар ғой. Алланың досы болған, уәли болған сопылар. Солардың күнәсі қарапайым мен мұсылманмын деген тақуалардың ғибадаты дейді. Түсіндіңіз ба? Қарапайымдардың ғибадаты. Біз қазір жасап жүрген амалымызды бір мықты қылып, ой, машалла, субханалла, альхамдулилля деп жасап жатырық қой. Бірақ осы дін жолында өмірін арнаған, 24 сағатын арнаған ғалым, әулие құлдардың арасында біздің амалымыз түкке де жарамсыз нәрсе. Біздің арамызда, жамағатымызда, 5 уақытымызда ондай адам жоқ та, сол үшін біз өзімізді мықты санап жүрміз. Жан-жақтармен араласып көру керек. Сонда біздің мұсылмандығымыз қайда екенін бізге Алла көрсетіп қояды. Ла адри нисфул илм. Білмеймін деп айту білімнің жартысы деген сөз бар. Осы сөзді имам Ғаззали рахималла өзінің кітабында айтқаннан кейін ашықтау үшін мынадай бір сөзді келтіреді. Мән саката хайсу ла ядри. Кім-кім? Білмейтін нәрсесінде. Білмеймін деген тұрғыдан үнсіз қалса дейді, аузын жапса. Фалайса би ақалла ажра мимман натақа. Ол сол жауапты берген адамнан аз сауап алмайды дейді. Түсінікті болды ма? Сізден бір сұрақ сұралады, сіз Алла үшін мен білмеймін дедіңіз. Аллахтан қорқып білмейді. Бірақ ол адам басқа бірден сұрады да жауабын алып алды. Жауап берген адамға сауап беріледі ғой. Имам Ғаззали айтады. Осы сұрақ сұралған кезде білмеймін деп жауап берген адамның сауабы жауап берген адамдікінен аз емес дейді. Түсінікті болды ма? Не үшін? Лианнал иътираф бил жахли ашадду аля нафс дейді. Өйткені адамның өзінің надандығын мойындауы ол нәпсіге өте ауыр келетін нәрсе дейді. Өз надандығы. Бірақ күнімізден бәріміз надан болғаннан кейін надандар наданбыз деп айта береді ғой. Бәріміз надан болғаннан кейін бір бүлдіретін нәрсесін бүлдіріп алады да сосын айтады, біз наданбыз, жахилміз, түк білмейміз ғой деп отырады да. Бұл нәрсе рияға айналып кетсе пайда жоқ. Мен білмеймін деп айту, нәпсіні тәрбиелеп, ішіңде бір нәрсені қозғайтын болса, білмеймін деп айту.
онда сол бізге өте үлкен сауап алып беретін, және ана білімді адамның жауап бергеніндей дәрежеде иншалла сауабымыз болады. Кеше ғана бір сабақта өттік та, біз амал дегенде мына тілмен сөйлеудің амалдан екендігін ұмыт қалдырамыз дейді. Омар ибн Абдул Азиз айтады, рахималла. Біз амал деп айтқан кезде тілдің де амалы бар екенін ұмытып кетеміз дейді. Түсінікті болды ма? Амал дегенде мысалға жаңағыдай оразасын ұстауы, намаз оқуы, басқа қылуы деген сияқты сондай бір амалдарды айтады да, бірақ тілдің амалын ұмыт қалдырамыз дейді. Адам білсін дейді, жақсы сөз сөйлеу оны жәннатқа кіргізетін нәрсе. Түсінікті болды ма? Жақсы сөз сөйлеу. Дәл сол сияқты өсек айту, ғайбат айту неге алып барады адамды? Тозаққа алып барады. Өсек, ғайбат немен айтылады ол? Қолмен айтыла ма? Тілмен айтыла ма? Демек, тілдің амалы бар, адамды тозаққа алып баратын. Тілдің амалы бар, адамды жәннатқа алып баратын дейді. Түсінікті болды ма? Сондықтан тілдің амалын жай қарамаңыз дейді. Енді мынандай нәрсе бар. Бұдан да тереңі бар да. Кейбір тілдің амалы бар. Ол сөйлемесе де сені жәннатқа алып барады дейді. Ол қандай амал? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтты ғой. Кімде-кім Аллаға және ақырет күніне иман етсе, не істесін дейді? Жақсы сөз сөйлесін дейді. Немесе үндемесін дейді. Жақсы сөз сөйлей алмайтын болсаң, үндемей қалуың біз үшін не болады екен? Жәннатқа алып баратын амал болады екен. Бір жерде бос әңгіме айтылып жатыр да, сіз Алладан қорықтыңыз. Ғайбатқа, өсекке қосылмадыңыз. Ішіңізден истиғфар айтып, кәлима айтып, басқа нәрсемен айналыстыңыз. Қосылмадыңыз. Алла үшін тоқтадыңыз. Сонда не болады дейді бұл нәрсе? Жәннатқа алып баратын нәрсе. Енді Аллаға және ақырет күніне иман етті деген жоқ па? Омар ибн Абдул Азиз рахималлахтың айтатыны осы. Амал дегенде тілді жоғалтып алмаңыздар дейді. Тілдің үнсіз қалуының өзі амалдан екендігін ұмытпаңыздар. Ибн Абдилбар рахималлах мынадай бір сөз айтады. Малики мазхабының ғұламасы ғой. Тааллам ла адри. Білмеймін деген сөзді үйрен дейді. Білмеймін деген сөзді. Вала татааллам адри. Білемін деген сөзді үйренбе дейді. Каин култа ла адри. Егер сен білмеймін деп айтатын болсаң, алламука хатта тадри. Адамдар сені білгенге дейін үйретеді дейді. Ал егер ваин култа адри, егер сен білемін деп айтатын болсаң, саалука хатта ла тадри, сен білмей қалғанға дейін сұрай береді дейді. Сонда біздің білеміз деп айтқанымыз жақсы ма әлде? Білмеймін дегеніміз жақсы бола ма? Білемін деп айтқан өзіне көп алып қояды ол. Білемін деп айтқан адам, ол біліңіздер, ол нағыз наданның өзі ол. Мен ғалыммын деп айтқан адам, сол нағыз наданның өзі сол. Ибрахим ан-Нахаи деген кісі өткен өмірден, рахималла. Сол кісі айтады, Шаби деген табиғиннан бір жайында сұрадым. Табиғиндардың бізге мақтаған топтың екіншісі, сахабаларды көрген адамдар, мұсылман болып. Сол Шаби деген табиғиннан сұраған ғой бір мәселе жайында бар. Сөйтсе, жаңа табиғин оның сұрағына білмеймін деп жауап берген ғой. Сосын Ибрахим ан-Нахаи айтады, «Хаза валлахи ал-алим» дейді. Мынау міне, Аллахтың атымен аншып айтайын, осы нағыз ғалым дейді. Себебі бұл білмейтінін білмеймін деп айтуға дәті барған адам дейді. Түсінікті болды ма? Олар бір-бірін қалай таниды? Ал ананы да білетін, мынаны да білетін, ондай адамнан ғалым шықпайды ешқашан. Ана бір түрі айтылатын еді ғой, уағыздарда көп айтылады ғой. Бір адам болады, өзінің білмейтінін біледі. Бір адам болады, өзінің білмейтінін білмейді деген адамдар да. Сондайлардың ішінде ең жақсысы қайсысы? Біздер өзіміздің білмейтіндігімізді білетін адам болу да. Сонда ол ең жақсысы болады. Орныңды біліп жүресің. Жаңадан бері мынандай мысал кетіп жатыр ғой сіздерге. Біз сізден бір нәрсе сұралса деп айтып жатырмын ғой. Негізі біздер сұралатын адам емеспіз ғой. Сұралатын адамдар басқа болар. Түсіндіңіз ба? Мысалға базарда біреу сауда сатып тұрады да, саудасын жасап, біреу келеді де оған сұрақ сұрайды да. Түсіндіңіз ба? Базардағы сотқы сататын біреуден келіп пәтуа сұрайды да біреу. Сосын ол айтады: "Ұстаз,
менен келіп біреу бірдеңе мынандай мәселе сұрап еді, мен оған осылай деп жауап бердім деп айтады. Түсіндіңіз ба? Жауап бердім деп. Қалай айттым осыны дейді. Базарда тұр өзі, бірақ сотка сатып та. Сол үшін бұндай нәрселерді сұралған кезде біз ынсаптылық танытып, бауырым, мен де сен сияқты адаммын. Менің осы сұрағымды ұстазбен сабақ өткенде мынадай деп оқығаным бар еді, соны жауап берейін. Бірақ ары қарай білмеймін. Мешіттегі пәлен ұстаздан, пәлен имамнан барып сұрап ал, сол нақтырақ біле жатар. Дейсіз де жібересіз. Қалғанын анығын Алла біледі дейміз. Болды, бізге қалғаны осы. Жасауымыз керек болған амал осы. Бүгінгі айтқанымыз сонда Али радиаллаху анхудың сөзін талқылап бітіре алмай жатырық қой. Ол кісінің сөзінің ең соңғы екеуі еді жаңағы. Бір нәрсені, білмейтін затыңды білгенге дейін сұраудан ұялма. Ал енді сенен біреу білмейтін затыңды сұрап келсе, оған білмеймін деп айтудан ұялма деді. Болды. Біз жаңағы мысалдың барлығын осы нәрселерді ашықтау үшін бердік. Бүгінгі дәрістен алатын қорытындымыз осы. Алла баршаңыздан разы болсын. Аллах тағала тауфиқ берсін. Алла біздерді арастырмасын. Хайырлы екі дүниемізге де пайдасын тигізетін білім алу нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Алхамдулиллахи раббил аламин.